жалпы және жалқы есім. Бұл дұрыс па, бұрыс па? Қане, басталушылар. Ақбота. Дұрыс. Нақтылы тануға болатын, көзбен көріп қолмен ұстауға болатын. Зат атаулары қалай аталады? Айхан. Деректі зат есім. Кітап, мектеп, дос сөздері дерексіз зат есімдер. Дерексіз зат есім. Ақжер айтады. Дұрыс. Дұрыс айтасың. Дерексіз зат есімдер кітап. Күлтеше, аяқ киім, жолдас, құрдас, әнші, аңшы, ақыл, бақыр. Асылжан, ақыл, бақыр. Жақсы. Жарайсыңдар оқушылар, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы суретте бейнеленген. Суретте кім берілген? Суретте Бердібек Сыпатаев жазған повесінің басты кейіпкері Қожа берілген. Қожаның шын аты Қожаберген. Жарайсың, Диас. Жақсы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы оқушылар қожаның қиялы мәтіндеген. Қане бірінші мәтінге түсініп оқып алайық. Біздің мәтінді оқысын. Ақжүрек бастай ғой. Жантөре бастай ғой. Жақсы, бастайды. Қожаның қиялы мәтіні. Мен армиядан батыр атанып, орден тағып келе жатырмын. Көпір аузында шоқ-шоқ гүл бумаларын саған. Өмір жұрт жолында тосыттым. Суардың ішіне көзіме оттай басып, жанар шыға кетеді. Аңсап көзге қосымен баяндай өмірімізге құшақ жаян ұмтыламын. Жалғастырыңыз, Жантөре. Мектеп директоры Ахметов бастаған бір топ мұғалім қасыма келеді. Жарайсың, Қожа, жігіт-ақ екенсің. Біз мұнда ержүректігіңді білмей, баяғыда бекер ұрсады екенбіз ғой. Кешір, дейді Ахметов. Я, талқыдан талқыға сап, күн көрсетпеуші едіңіздер деймін. Әсіресе әлгі Майқанов апай. Майқанова маған батып келе алмай, бір шетке таман ыңғайсызданып тұрады. Сіз неге оқшауланып тұрсыз, бері келіңіз деймін. Ол қалтырай басып жақындай түседі. Кешір, Қожа, баяғыда саған пионер лагеріне жолдама бермегенімді ұмытпаған боларсың. Я, ұмытқаным жоқ. Кешір, айналайын Қожадай. Яғни бұл повестен берілген үзіндіше екен оқушылар. Енді алдыңғы сабаққа оралайықшы. Біз алдыңғы сабақтағы қандай шығарма аяқтайсық? Ыбырай Алтынсарин, өнер білім барышындар. Бүгінгі берілген оқу мәтіні айырмашылығын айтып қойшайдылар. Бүгінгі берілген оқу мәтіні өнер білім барышындар. Ыбырай Алтынсариннің өнер білім барышындар шығармасы өлең түрінде берілген. Ал Қожаның қиялы әңгімесі мәтін әңгіме түрінде берілген екен. Жақсы оқушылар. Енді мәтінмен жұмыс істеу үшін мен келесі сендерге оқу мақсатымызды таныстырайын бүгінгі сабақтағы. Бүгін біз лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стилдік айырмашылықтарын мән-мәтіндер арқылы танимыз және зат есімдердің мағыналық түрлерін мән-мәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолданамыз. Олай болса ең бірінші топтық жұмысқа жинаған мәтін бойынша тақиялы тапсырма әдісі арқылы сұрақтарға жауап беретін боласыздар. Қанша жауап берсек те болады? Қанекей, тез-тез топтасамыз, топтық жұмыстердің ережесін ұмытпаймыз. Қане, бір-бірімізбен ақылдасамыз. Берілген уақыт сендерге 3 минут қана жетеді, бұл өте оңай бола берсін. Қане. Бірінші топ берілген үзіндіден қожаны әлемге сипаттама береді. Екінші топ қожаның атақты танымал болғысы келуінің себебін айтады. Үшінші топ болса оқиғаны жалғастырады. Осы жерге жаза берді. Жоқ, бола берсін осы. Оқиғаны жалғастырып жаза береміз. маркермен жазбайды. Жаза бер осы жерге. Оқиғаны қалай жалғастырар едіңдер, соны жазамыз. Жаза беріңіздер. Ручкамен жаза берсін. Қайда қысқа ғана. Қожаның әлеміне сипаттама береді. Бірінші топ қақтана қараймыз оқушылар. Екінші топ қожаның атақты танымал болғысы келуінің себебін айтады. Үшінші топ берілген оқиғаны өз ойымен жалғастырады. Уақыт
қандай әлемін байқадыңдар? Фильмнен тыс қандай әлемін байқадыңдар сендер осы оқылым мәтінінен? Қожа қандай бала екен? Жақсы, оқушылар, қане, орнымызға отырамыз. Уақыт аяқталды. Болды. Уақытпен жұмыс істейміз, оқушылар. Бірінші топ, жауаптарың дайын ба? Сендер берілген үзіндіден қожаның әлемін сипаттама бересіңдер. Қане, кім оқып береді? Қане, тағы. Сәлем, аталыш. Қожа қанша болса да тәтті бала болуға тырысады. Бұл өзі классындағы, сыныбындағы ең үздік оқудың жаңа ашқан қызды жақсы көреді. Оған махаббатының тасығаны соншалықты кім оған өлеңдер арнайды. Қожаның осы әңгімеден қандай әлемді байқадың? Қожаның бұл жерде қожаның не істеп отыр? Қиялдар болды. Жақсы. Екінші топ. Қожаның атақты танымал оқысы келіп, себебін айта қоямыз. Қане, Ерасыл өзің айт. Себебі барлық баланың арманы атақты тұлғаға айналу және қожа мықты ақын болғысы келді. Ал мәтінде кім болғысы келді қожа? Мәтінде Армиядан келе жатырмын орденмен. Кім болғысы келді? ақын және Батыр болғысы келді, иә? Жақсы. Әсел, қосасың ба? Қоса. Қожа қандай бала осы үзіндіден? Қандай мінезін байқадың? Бұл негізінде жақсы бала. Қожаға қандай кеңес берер едің? Бір онымен досымыздармен оған сабағында жақсы оқып, өз ата-анасын тыңдап, және достарын құрметтеп, мұғалімдерді сыйлап, кеңес беремін, және де өз арманына жету үшін сабағында оқуды үйретемін. Жақсы. Жарайды, жарайсыңдар. Үшінші топ. Оқиғаны жалғастырамыз. Қане? Жантөре. Қожа болашақта өз өмірін түбегейлі өзгертіп, мықты балалар жазушысына айналады. Жарайсың. Өз ойларымен жалғастырып жатырсыңдар, иә? Айта ғой тағы да. Шығармада кім болғысы келді ол? Жас айта ғой. Ол шығармада ақын болғысы келді. Ақын болғысы келді ме мына шығармада? Қалай қиялдап отыр? Жазушы. Батыр болғысы келді. Ол өзінің бала кездегі кешкен оқиғаларын бір кітапқа іздепті. Жақсы. Жарайсыңдар. Келесі. Ұмытып кетпейміз. Тапсырманы келесі тапсырмаға көшсек. Оқушылар, назарлары тақтада болсын. Қане, өзімізді бағалағаннан кейін тақтада қараймыз. Жалпы сендерге сұрағым, қосымшаның неше түрі бар? Кім айтады? Қане, бәріміз білуіміз керекпіз бұны. Ақжүрек, Қосымшаның екі түрі бар. қандай? Журнал және жалғау. Журнал дегеніміз не? Айтамын. Журнал
жарайсыңдар. Келесі, енді көпті жағалауы жалғанбайтын кездер де болады екен оқушылар. Мұқият қараңыз, қазір тапсырма барысында орындар алу үшін көптік жалғауы қай кезде жалғанбайды? Лексикалық мағынасы көптік ұғымды білдіретін зат есімдерге жалғанбайды екен. Мысалы, боран, қар, жаңбыр деген сөздер. Келесі, өмірде бір-ақ рет кездесетін жалғыз есімдерге жалғанбайды екен. Мысалы, аспандағы ай, күн, алматы, тараз деген сияқты жалғыз есімдерге көптік жалғау жалғанбайды екен. Жалғанбайды. Келесі қай кезде жалғанбайды екен? Зат есімнің алдында сан есім келген кезде, мысалы қараймыз, 15 дәптерлер деп біз айта аламыз ба? 15 қаламдар деп айтуға болады ма? Болмайды екен. Дұрысы қалай? 15 дәптер, 20 қалам, 30 парақ деген сияқты. Жақсы. Енді оқушылар нәрселері тақтада болсын. Мына көптік жалғауы қайсы нұсқасы дұрыс жалғанған? Қане ойындар. Кім айта қойсам? Оюлар. Келесіде жасасаңыз. Жарайды, бұл аяқ істей береді. Оюлар. Оюлар. Көзілдіріктер. Қайсы дұрыс? Көзілдіріктер. Отырамын, келесі. Қане, бейбарыс, сен үндемей отырсың. Сандар. Қайсы дұрыс? Сандар, дұрыс айтасың. Келесі, домбыралар. Қане, Амина, сен айта қойшы, домбырадар. Лар жалғанады. Бесіктер. Қане, біз сен үндемей отырған әсел айта қойшы. Бесіктер. Үкілер. Қайсы дұрыс? Қане, әлі үндемей отырған үкілер. Жарайсыңдар оқушылар. Енді сендерге тапсырма, қане дәптермен тез жұмыс жасап жүрейік. Дәптердерді аша қойды. Мен айтқан сөздерді қане сендер тұлғасына қарай талдаймыз. Қане дәптерімізге жазамыз тезірек. Әншілер. Замандастар. Қане оқушылар, сендер де дәптердеріне жаза отырыңдар. Тарихшылар. Бөлмелер және сызбалар. Осы жеткілікті оқушылар. Жаздық па? Енді осы сөздердің түбірін және қосымшаларын ажырататын боламыз. Қане, әншілер деген сөзді түбірін қосымшасын табуға кім келеді бізде? Қане, Али келші. Али. Әншілер замандас. Әнші түбірі. Қандай түбірі? Қандай сөзден шыққан? Әнші деген түбірі қандай сөз? Балалар? Әнші дегеніміз не? Жұмақ, жақсы, белгілей қой. Сөздің мағынасын өзгертті ма ән деген сөзді? Өзгертті. Не? Қандай жалғау? Жақсы, тез белгілей. Келесі, замандастар. Жасұлан келе ғой.
оқушылар. Тез, дәптерімізге жазып отырамыз. Түбірі, сөйлейтіні. Жақсы, келесі кел. Кім келеді? Жантөре келеді. Бәрімізге тапсырма жетеді оқушылар. Береміз қазір. Сызбалар. Амина, қане? Бөлме. Дұрыс бас. Тоқта. Балалар, қандай қателік бар жерде? Кішкене қателесіп жатыр. Түбірі? Бөл. Ме дегеніміз? Затесін төлеуші жұрнақ екен. Алдағы уақытта өтетін жұрнақ кейіндер. Жақсы, отырамын. Келесі сызбалар. Амина келеу. Дұрыс па оқушылар? Жақсы, отыра қойды. Келесі тапсырмамыз өтсек, слайдта. Топтық жұмыстар көрсеңіз. Оқушылар, келесі бүгінгі тақырыппен жұмыс істеп бастаймыз. Топтық жұмыс. Бірінші топқа оқылып мәтіннен оқимыз да, жалпы және жалпы есімдерді тегін жазамыз. Тез. Екінші топтың тапсырмасы, қанекей оқушылар, посттерлер қайда? Мәтіннен деректі зат есімдерді тауып, көптік жалғауын жалғап жазамыз. Үшінші топ. Сендерге көптік жалғанатын және жалғанбайтын сөздерді мына жерге сәйкестендіріп екі бағанға орналастырамыз. Берде уақыт 5 минут қана. Тапсырма өте оңай. Міне жерім дала бойында. Bir uақытта бәріміз тоқтауымыз керек. Әр топтан екі оқушы бізден постерді қорғайтын болады. Деректі зат есімдерге ғана. Дерексіз зат есімді алып қоймаймыз. Деректі зат есімдер ғана. Үшінші топ сенде қалыпты. Екі топ болды. Жақсы. Жақсы. Оқушылар кезек шығамыз. Бізге бірінші топ. Қане, отыратыңдар. Әлем мен Бауыржан шығыпты. Жақсы. Жап кесім оқып. Майқайлова. Бұл неліктен жауап кесім? Адам аттары бермекте
Өзі көп бағынады. Жарайсыңдар. Қане, 1, 2, 3. Жақсы, отыра қойыңдар. Бағалау парағында өзімізді бағалап кетуді ұмытпаймыз. Келесі тапсырмаға өтеміз. Келесі бізде жұптық жұмыс. Жұптаса отырып орындайсыңдар. Сендерге үлестірмелі парақ берілді. Бұл жерде бірнеше сөйлем берілген. Осы сөйлемдердің зат есімді тауып астынсаңыз, және негізгі туынды зат есімге мысал жазамыз. Осы сөйлемдерден алып қана. Қане, уақыт 5 минут. Бағалауды ұмытпаймыз. Жұптаса отырып орындайсыз. Ерасыл мен Амида. Бірге Жаял Әсел. Екеуміз біргеміз. Зат есімдерді тауып астынсаңыз. Туынды негізгі зат есімдерді мысал жазамыз. Қане. Уақытынан бұрын бітсек, айтамыз маған. Сөздерді жазамыз. Негізгі және туынды зат есімге мысал жазамыз. Мына жақтан алып. Аяқтарыңызға оқушылар, уақытlar әлі. Жақсы оқушылар, қане, болдық па? Оқушылар, болдық па? Қане тексетеміз. Отыратындар аяқтасын. Болса, басымызды көтереміз. Не сендер болғандарыңды білмешін. Уақыт аяқталды, оқушылар. Болды. Жақсы. Қане, түзіп отырамыз. Болды. Жұмысты тоқтатамыз, Жаял Әсел. Енді осы сөйлемдерден зат есімді шығып береді маған. Қане, басқа? Басқа? Тағы да. Аяным, сен оқып берші кәні. Қандай зат есімге шығарды? Зат есімнен біз Қандай зат есімге шығарды?
аңшы, жұлдызшы. Жақсы. Екі қанат оқшы. Орындадың ба? Зат есімдерді оқып берші маған бірінші. Аңшы, аң, жұлдызшы, сынықшы, әңгімеші, ас, егінші, сүзбе, кеспе. Айба, сен оқи ғой, қане. Негізгі және туынды зат есімдерге мысал. Негізгіде ас, әңгімелер, сорпа, өнім, аң. Туындыға сынықшы, асқа, жұлдызшы, егінші, сүзбе, кеспе. Асқа, туынды сөз бе? Қане қатеңді жөндей ғой. Жақсы, тағы кім оқиды? Ақбота оқи қойшы. Туынды және негізгі зат есімдерге мысал. Негізгі зат есімдер аң, жұлдыздардан, ауылдың, өнім, сорпамен. Туынды зат есімдер аңшы, жұлдызшы, сынықшы, әңгімеші, егінші, сүзбе. Жақсы, отыра ғой. Кішкене қателік жіберді. Келесі тапсырмаға өтейік. Өтпестен бұрын өзімізді бағалау парағына бағалап кетуімізді ұмытпаңыз. Мына жерде зат есімді тапсақ 1 балл, негізгі зат есімді тапсақ тағы 1 балл, туынды зат есімді дұрыс тапсақ 1 балл. Жалпы бұл тапсырма 3 баллдан тұрады. Қане өзімізді бағалап кетеміз тезірек. Қадам-қадамымен тұр бағалау. Қане сендер бағалау парағымен жұмыс істей аласыздар. Міне мына тапсырма. Жақсы, келесі тапсырма тақтаға назар аударыңдар. Еркін жазу әдісі арқылы өз арманыңмен бөлісіп, қожаға хат жазасыңдар. Әркім өзі жеке орындайды. Хаттың мазмұны қожаға бағытталады. Өз армандарыңмен бөлісесіңдер және хаттың жазылу құрылысы сақталуы керек. Басы, міндетті түрде, хаттың соңы қалай аяқталады. Ал бастаймыз. 5 минут қана беріледі. Мен сендерге ілестірмелі парақ тараттым. Қожаға хат деген. Қане. Қане, сендер хат жазыңдар тезірек. Өз армандарымен қожамен бөлісіңдерші, қане, оқушылар.
келесі қадамымызға өтуіміз керек. Тоқтатамыз, қане. Қане, кім оқиды? Үшінші қатар. Үшінші топ. Қане, басқа оқушылар оқысыншы, қане. Асылжан, дайын ба? Оқи ғой. Тез. Сәлем қожа. Мен саған болашақта кім болатынымды айтамын. Мен болашақта сен сияқты болғым келеді, бірақ тәртіпті боламын. Яғни батыр болғым келеді. Батыр болып елімді қорғаймын. Батыр болып мен өз елімді қорғаймын. Сәлеммен Асылжан. Жарайсыңдар. Жақсы. Келесі диас оқи ғой. Сәлем қожа, сенің маған кинодағыдай кітаптағыдай рөлің қатты ұнады. Мен де өзімнен есен қаламын. Менің арманым футболшы болу. Мен сен сияқты болғым келеді. Әсіресе сенің адалдығың және де жақсы қасиеттерің сол бол. Жақсы. Диас бізде кітабын толық оқып шыққан екен. Аяла оқи ғой. Сәлеметсіз бе? Сіздің фильміңізді көріп сол жерде сутқар босақ болдыңыз. Сутқар болсаңыз да өсиет келген босақтығыңыз қалып кетті. Сіз сол фильмде жанар тиген қызды жақсы көріп махаббатыңызды білдіріп жүрдіңіз. Сол фильміңіз маған қатты ұнады. Сау болыңыз, қожа. Сәлеммен аяла. Жақсы. Кім оқиды тағы? Арнат, сен оқи қойшы. Не жаздың, қане? Құрметті қожа, жақсысыз ба? Мен сізбен арманымды бөліскім келеді. Менің арманым волейболшы болғым келеді. Қазақстан елін өзіме қаратқым келеді. Тағы басқа елді өзіме қаратқым келеді. Менен сәлем Арнатқа. Жақсы, оқушылар. Келесі тапсырмаға өтейік. Хат аяқтағанда өзімізге ұпай қоямыз. Қане, Ислам оқи дейді, оқи ғой. Сәлем қожа. Мен жақында ғана сенің кітабыңды оқып, менің атым қожа кітабын оқып бітірдім. Қожа, менің арманым министр болу. Мен сен сияқты арманым асқақ болса деймін. Мен сен секілді адал болу керек. Сәлеммен Ислам. Жарайсыңдар, оқушылар. Армандарыңа жете қойыңдар. Жақсы, келесі тапсырмаға өтейік. Бұл бекіту тапсырмасы. Маған әр топтан бір оқушы келсінші. Қане, мына топтан Ислам келе қойса, мына жақтан Бауыржан келе қой. Бауыржан, Бибарис, Ислам келе қой. Қане, тақырыпты қаншалықты деңгейде түсінбеген осы үш оқушы. Сендер көмектесіп отырасыңдар. Үш сөзді маған сәйкестендірді. Көптің жалғауы жалғанатын сөз және жалғанбайтын сөздер. Тез апар, ол уақытта аз қалды. Астан ала берсең. Жақсы, тез. Болды. Өзінің біліп тұрған орындасың. Ұстап. Қане, тағы біреу тапшы. Найзағай. Қойсын енді көрейік. Жақсы. Келесі, отыра ғой жаңағы. Ұстап. Тез. Берді. Сырға. Тез бол, Бауыржан. Ойлануға болмайды. Уақыт кетіп жатыр. Уақытпен есептелетін тапсырма. Дәрігер. Тез бол. Кез келген біреуін ұстап. Тез. Тағы біреу ал. Бол енді. Ал, Бибарис, сені көрейік. Қаншалықты деңгейде бүгін түсініпсің сабақты? Көптік жалғау, жалғанады және жалғанбайтын сөздер. Тез біреу ұстап. Бибарис өшіп қалады қазір, бұл уақыт бітті бізде. Мұнай. Қандай? Жақсы көрейік қазір, белгілей ғой. Күн. Жаңа ғана айттым, иә? Жарайсың, Бибарис. Жұрт. Жақсы. Жұрт.
жаңа ғана үшінші топ қандай? Жұрт деген сөз өзі ай, дұрыс, қоя бер. Жақсы, келші, Жантөре, Айбар, Аялат, Әсел кел. Әсел сен келе ғой. Тез, Жантөре, бұл уақыт өсіп барады. Кері байланыс алып келуіміз керек. Жақсы. Жантөре алып алсын. Дұрыс. Дәрілер. Қайын. Кәне, сез шеткен тұрады. Аурухана. Жақсы. Отыра ғой. Жарайсың, қазір өзің жауабын тексересің. Жақсы, қалғанын бізге Әсел тауып берсінші. Әсел, қалғанын сәйкестеніп қоя сал, қалған сөзін. Жақсы. Тез. Қане, бір шақ. Жақсы, тексеріп көрейік, отыра ғой. Бір шақты былай қарай жібере салсақ болады. Қане, оқушылар өздерің жауап берген бір тексеріңдерші. Найзағай деген мынау Жалғанбайдың қатарынан кету керек еді. Жақсы, енді тез кері байланыс бере салайық. Телефондарымызды аламыз. Отыра береміз орнымызда. Қане, QR-ды экранға түсіреміз, камераға. Телефонның камерасына тез түсіреміз, кері байланыс бер. Заттарымызды жинап оқушылар. Орындарына тұрып жасай салыңдар болмаса. Қане, ашылғандар достарымызды телефонмен тез бере саламыз да. Үй тапсырмасын беріп алып, сабақ аяқталды оқушылар. Тез кері байланыс береміз. Сабақты түсінді, түсінбеген тұстарым бар, және мүлде түсінбедім деп. Жақсы оқушылар. Жақсы болды, шығара береміз. Содан кейін кері байланыстар түсетін болады. Болды. Жақсы оқушылар. Жақсы. Болды. Тез. Түсіріп аламыз да шығып кетеміз. Болды. Белгілеп жер